Қазақстан жаңа тарихи кезеңге аяқ басты. Саяси экономикалық жаңғыру өз алдына елдің рухани өмірін елеулі өзгерістер күтіп тұр. Жақында президент Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласы жарыққа шықты. Елбасы ұлттық сананы жаңартып, рухани жаңғырудың қыр-сырын тізбектеп көрсетті. Тағылым мол тарихы мен ерте заманнан арқау үзілмеген ұлттық салт дәстүрлерімізді алдағы өркендеудің берік діңі ете отырып, әрбір қадамды нық басуға, болашаққа сеніммен бет алуға үндеді. Бүгінгі хабарымызда мақаланың мәнін үңіліп көрсек дейміз. Өмір сүру үшін өзгере білу керек. Оған көнбегендер тарихтың шаңына көміліп қала береді. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында айтылған осындай кестелі сөз, кесек ойлар кешелі бері ел аузында. Ұлттық болмыс пен бірегейлікті сақтай отырып сананы жаңғырту және ғылым білімге ұмтылу елбасының бағдарламалық мақаласының өн бойына алтын арқау болып өрілген. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру деп аталатын президент мақаласы керемет жазылған дүние болды. Қазір бұл бүткіл біздің қоғамымызда үлкен резонанс туғызды. Осыған дейін саяси реформа, экономикалық жаңғыру дегендер болды ғой. Бұл үшінші жаңғыру, яғни рухани жаңғыру деп аталады екен. Бірақ бұл рухани жаңғырудың ерекшелігі, бұл алдыңғы екі жаңғырудың алтын өзегі осы болады деп президент атап өтті. Шын мәнісінде солай болуға тиісті. Өйткені адам санасы жасаған ісіміздің алдында болу керек. Одан биік болу керек. Сол санасына қаратай іс жасайды. Біз ылғи ойлаймыз, бәсекелестікке қабілеттік тек қана өнім өндіру деп. Тек қана ол емес. Президент бұл жерде керемет терең талдайды. Терең білім адал қызмет дейді. Терең білім болса, адал қызмет етсең отаныңа, бәсекелестікке қабілет деген осыдан туындайды. Мақалада айтылған әрбір ойдың астарында терең мағына, парасатты пікір жатыр. Президент ой толғауында білімге айтарлықтай басымдық берді. Білім бүгінгінің басты қажеттілігі. Дүние танымы кең адам ғана бәсекеге төтеп береді деген сөз. Өскелең ұрпақты әуелі білімге құштар болуға үндеудің сыры осында. Ал сауатты маман, адал қызметкер тәрбиелеу елге игі. Осы мақала әр абзац керемет бір үлкен әңгімелерге арқау болатындай дүние деп есептеймін мен. Біздің мәңгілік ел қай уақытта боламыз? Жаңа президент айтқандай, рухани жаңғыру біздің ұлттық кодымыз болғанда, яғни ұлттық мәдениетіміз сақталғанда ғана. Бұл біздің жүріп өткен тарихымызбенен, дәстүрлерімізбенен, бұрынғы ата-бабамыздан қалған салт санаменен ғана іске асатын нәрсе. Олай болмаған жағдайда бұл рухани жаңғыру да болмайды. Рухани жаңғыру болмаса, жаңа президент айтқандай, алдындағы екі жаңғыру, яғни саяси реформа менен экономикалық жаңғыру іске аспайды. Прагматизм, реализм қайтады. Прагматизм дегенде қандай жақсы мысал келтіреді осы. Біз атам заманнан қазақтың жерін көзіміздің қарашығындай қорғап келдік. Оның байлығын үнемді пайдаландық. Қалай болса солай төгіп шашқан жоқпыз. Жерді жаңа көздің қарашығындай сақтау деген одан артық қандай прагматизм керек? Міне осыған қандай мысалдар келтіреді. Ұлттық бірлік сақтау дегенде де керемет дүниелерге тоқталады. Президент осының барлығы алып келгенде, мынау біз әр нәрсеге еліктеп, өзіміздің туған еліміздің, туған ұлтымыздың дәстүрлеріне шекеден қараудан болды дейді. Патриотизмге байланысты айтқанда. Патриотизм, осы бәрімізде ауылдан өстік, өзінің ошағының басын сүймеген адам отанын сүйе алмайды. Туған жеріне деген қызығушылығы болмай, соған жанашырлығы болмай, бүткіл елге жанашыр дегенге мен сенбеймін. Бұл адамзаттың бәріне тән нәрсе. Патриотизмді туған жерден, туған жердің топырағынан бастайық.
мектепте туған жердің табиғатын оқытайық, туған жердің тарихын білдірейік, туған тілдің қадірін білдірейік, туған мәдениетімізді түсіндірейік, ұғындырайық дегені қандай керемет нәрсе. Президент революциялық жол емес, эволюциялық жолменен іске асыруымыз керек дейді. Революциялық жолдардың бізге жақсылыққа апармағанын көзіміз жетті ғой деп оған мысалдар келтіреді. Сол революциялық жолдар шынында да біздің ұлтымызды кезінде қырып жойды, жеріміздің экологиялық ауруларға душар етті, әртүрлі азып тозуына. Ал енді қазір ондай нәрсенің олар өзінің өңін өзгертті дейді. Өзінің өңін өзгертіп, олар қазір мына сепаратистік перде жамыла бастады дейді. Діни сепаратистік мәселелерге тойтарыс беру үшін кейінгі кезде президент мүфтият адамдарын қабылдап, дін саласындағы еңбек етіп жүрген мықты деген ғалымдарымызды бәрін жинақтап солармен жұмыс істеп жатыр ғой. Осы әңгіменің іске асып жатқанына мен қуанамын.